Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін өте оңай және дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге саңырауқұлақ қажет болады. Саңырауқұлақ тазаладым және видеода көрсетілгендей тураймыз. Саңырауқұлақты бірнеше бөлікке бөліп тураймыз. Осы YouTube каналымда тұрақты жаңа рецепттермен бөлісемін, сондықтан каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайын туралған саңырауқұлақты табадағы қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырамыз. Жоғарғы отта 5 минуттай қуырасыздар. Жақсылап араластыру қажет. Саңырауқұлақты 5 минутта жоғарғы отта қуырдым. Өте әдемі болып шықты, және қуырылған дайын саңырауқұлақты майлықтың үстіне салып қоясыздар. Майы кеткені дұрыс. Содан кейін шұжықты тураймыз. Шұжықтың орнына тауық етін қоссаңыздар болады. Шұжықты видеода көрсетілгендей тураймыз. Өз қалауларыңыз бойынша ұнайтын шұжықты қоссаңыздар болады салатқа. Сол кезде дәмді болып шығады. Шұжықты турадым, енді ыдысқа саламын. Содан кейін піскен картопты тураймыз. Шұжықты турағандай ұзынша етіп турайсыздар. Бұл салат өте тойымды, мен аз мөлшерде жасап жатырмын. Сондықтан егер сіздерге қонақ шақырғанға қажет болса, онда қажетті заттарды көбірек аласыздар. Картоп дайын, ыдысқа саламын. Содан кейін алма қосамыз. Алма кішкене қышқыл жасыл болғаны дұрыс. Менде осындай қызыл түсті алма болып қалды. Қазір жақсылап қабығын алып тураймын. Дайын алманы ыдысқа саламыз. Ең артынан дайын саңырауқұлақты қосамыз және майонез қосамыз. Майонезді қажетті мөлшерде қосасыздар. Жақсылап салатты араластырамыз. Өте әдемі, тойымды салат болып шығады. Салат дайындағаннан кейін тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады, және дәміне қарай майонезбен қосымша тұз қосуға болады. Мен тек майонез қостым. Осы салат дайындасаңыздар, видеоның астында комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сонымен қатар лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.